Феминистер қозғалысынан қандай қауіп бар, ЛГБТ насихатын қалай тоқтатамыз? Осы және өзге де сұрақты журналист, жазушылар одағының мүшесі Марат Тоқашбаевқа қойсақ, Марат Байділдаұлы бертінде өзіңіз қатысқан баспасөз мәслихатында Қазақстан ата-аналар одағы феминистер қозғалысының мүшелерін айыптады. Әйелдер құқығын қорғаймыз деген желеумен олар ЛГБТ-ны насихаттайды деді. Неліктен кеңірек тоқталсаңыз? Бағила Балтабаева деген сол жаңа ата-аналар қоғамының төрайымы кіріспе сөзінде мына феминистік ұйымдардың, яғни феминистік ұйымбыз деген атты жамылау отырып, соның ұраны менен мүлде оның астарында басқа дүниелер жатқандығын, әсіресе бұл ЛГБТ ұйымына қатысты екендігін ашына айтып кетті. Іс жүзінде ЛГБТ ұйымы Қазақстанда 1998-1999 жылдардан бері ашық жұмыс істеп келе жатыр. Бүгінгі таңда Алматыда 20 шақты, Астанада 5-6 гей клубтар бар. Осылардың бәрінде азғындықтың жолдары үйретіледі. Осында солардың бас қосуларында түрлі айла шарғыларды қолдану арқылы өздерінің қатарын көбейтуге тырысқан жағдайлар өте кеңінен етек жайып келе жатыр. Енді біз көбінесе батыстық техника мен технологияға байланысты Европаны ардақ тұтамыз, оны мадақ тұтамыз. Оның шын мәнінде енді техника мен технология жағынан алда екендігінде сөз жоқ. Алайда мына моральдық тұрғыдан, адами қарым-қатынастықтар тұрғыдан, ата-анаға құрмет тұрғысынан, адамдардың өз арасындағы қарым-қатынас, оның ішінде мына жыныстық қарым-қатынас, оның ішінде мына жастарды қазір өте бұлғап, лас алғы фабрика зауыттардың мұржасынан шығып жатқан түтін сияқты адамдардың санасын улап жатқан көріністерінде байқап жүрміз. Бізге іс жүзінде батыстың техникасы мен технологиясы қажет, бірақ олардың азғындық, моральдық идеологиясы бізге келмейді. Біз іс жүзінде тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін, бұл мемлекет құраушы қазақ халқының мемлекеті болғаннан кейін, ондағы мемлекеттің саясаты, оның ұстанатын ұстанымдарының барлығы ұлттық негізде жүзеге асу керек. Егер шын мәнінде біз мемлекеттің қауіпсіздігін, ұлтымыздың қауіпсіздігін ойлайтын болсақ, осы мәселелерге, нәрселерге баса мән берілу керек. ЛГБТ тақырыбына қалам тербегеніңізге 7 жылдан асты. Осы уақыт аралығында не байқадыңыз? Жалпы олар өз насихатын қалай астыртын жүргізеді? Енді бұған байланысты әлденеше мақалалар, посттар жаздық, әлеуметтік желілерде, түрлі басылымдарда жарық көріп жатты. Енді бұл қысқартып айтқанда, ЛГБТ қауымдастығының қозғалысының әрекетінің біз үшін өте қатерлі екендігін көрсету. Енді ЛГБТ деген сөзді аббревиатурасын тәптіштеп айтатын болсақ, бұл жаңағы лесбиянка, қазақша қыздеке деген сөзге келеді. Б деген енді бисексуал, қос жыныстылар дегенге келеді. Г деген жаңа гомик, гомосексуалистер дегенге келеді. Т деген транссексуалдар, яғни операция жасау жолыменен өздерінің жынысын өзгерткендер басын біріктіреді. Бұл ұйымның алдына қойған мақсаты осындай азғындық жолға жастарды әсіресе көбірек барынша молырақ тарту. Және бұған енді мен өзім байқауымда көбінесе орыс тілді жастар бейім болып тұрады. Ал қазақи тәрбие көрген, ауылда өскен ата-ананың, әже атаның тәрбиесін көрген балалар бұғандайға жоламайды. Олар ондайдан өте қашық жүреді. Ал біздің қоғамымызда бұл мәселенің саяси астары да бар. Осында жаңа феминистік талаптар арқылы, ЛГБТ қозғалысының ұрандары арқылы ол Қазақстандағы саясатты өздеріне бейімдеп алғысы келеді. Митингілер өткізуіне рұқсат береді. Алайда олар алған рұқсаттарын дереу басқа мақсатта өздерінің арам ойларын жүзеге асыру мақсатына пайдаланып кетеді. Сол жерде олар таза феминистік мәселені ғана көтермейді. Ол жерде олар ЛГБТ қауымдастығының мәселелерін көтеріп, менің жатырым, менің ережем, мен не істесем де өзім білем деген сияқты жаңағы
ЛБГТ ұрандарын көтеріп, соны насихаттауға кірісіп кетеді. Егер де мына әкімшілік міндетті түрде жаңағы оларға рұқсат беретін кезде тек қана феминистік мәселелер, феминистік проблемаларды ғана көтеруін қадағалап отыру керек. Егер басқа тақырыпқа өтіп бара жатса, оларды дереу тарату керек. Және ол жерде жаңағы оларға аяушылық көрсету, оларға жаңағы басынан сипап сияқты әрекеттерге үзілді-кесілді жол беруге болмайды. Жуырда Уганда парламенті өздерін ЛГБТ қауымдастығына жатқызатын адамдарды түрмеге отырғызуды заң жүзінде мақұлдады. Осындай қатаң жаза бізге де қажет пе? Егер Қазақстанда мұндай қадамдар жасалатын болса, біз бұны өте қолдаймыз. Бұл өте дұрыс қадам болар еді. Кеше кеңестік дәуірде оның бір артықшылығы осындай жаңағы еркек құмарлықтарға, еркектердің жолын тосатындай әрекеттерге, бір жыныстылық некелерге үзілді-кесілді тыйым салынған, және олардың бәрі қылмыстық кодексі арқылы қудалауға ұшыратылатын. Сондықтан мұндай қадамдар жасалатын болса, біз оны қолдаймыз. Мысалы, таяуда ғана парламент мәжілісінің депутаты Ардақ Назаров осы жөнінде мәселе көтеріп, соны биік мінберден мұндай нәрсеге алдағы уақытта жол бермейтін жөнінде қатаң талаптар қойды. Бүкіл Қазақстанның халқы осы талаптарды қолдайды. Бұл өте орынды деп ойлаймын. Жақсы, жауабыңызға көп рахмет. Айта кетейік, бүгін бізбен сұхбаттасқан журналист, жазушылар одағының мүшесі Марат Тоқашбаев. Сау болыңыздар.